Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Бүгін сіздермен каналымда осындай ораманың рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді және тез дайындалады. Аты айтып отырғандай, орама және тез манты түйуге ерінсеңіз, или болмаса кісі келіп қалған жағдайда тез дайындалатын тағамның бірі болып саналады. Рецептіміз әдеттегідей описанияда. Видеоны толықтай көріп шығыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға су құйып аламыз. Одан кейін тұз салып, және бір жұмыртқа қостым. Осылай араластырып аламыз. Одан кейін кішкене өсімдік майын қостым. Енді електен өткізілген ұнымызды қосып, қамырымызды дайындайтын боламыз. Осылай қолдарымызбен қамырымызды қанғанша басып алатын боламыз. Және менде ыдысым кішкене тарлау болғасын, үстелдің үстіне қойып, осылай қанғанша қамырымызды басып шықтым. Одан кейін тынықтыруға қоя тұрамыз ұнымызды. Жарты сағат көлемінде бетін жауып қоямын. Одан кейін салмасына кірісеміз. Менде үйдің фаршы және 2 картоп алдым. Картопымызды ұсақтап турап, және бір дана үлкен пияз алдым. Енді осы фаршымызды мен 2 ыдысқа бөлетін боламын. Өйткені бізде үйде жолдасым картопты ұнатпайды. Сондықтан жартысына картоп саламын, жартысына картопсыз дайындайтын боламын. Енді ұсақтап турап, пияздарымызды жарты-жартыдан 2 ыдысқа бөлік салып, араластыратын боламыз. Менде фаршым аздап тұздалған, бірақ үстіне қара бұрышпен және кішкене тұз септім. Осылай толықтай араластырып аламыз. Енді дайын болған қамырларымызды 2-ге бөліп алдым. Менде 2 дуалақ қамыр шықты. Оларды оқтаудың көмегімен видеодағыдай етіп жайып алатын боламын. Осылай ортасына күш салмай, қамырымызды жайып алатын боламыз. Міне қамырларымыз дайын болды. Енді салмасын мен осылай 2 жағына бірдей етіп салдым. Бір жағына картоп қосылған фарш, екінші жағына қосылмаған фаршты салып, орамамызды дайындайтын боламыз. Менде 2 қамырмен осындай 4 листіға 2-2-ден шықты. Қалаларыңызша қолдарыңызбен, или болмаса қасықпен жасауларыңызға болады.
маған осылай қолмен ыңғайлы болғасын қолмен жайдым. Енді осы қамырымыздың қақ ортасынан бөліп, енді орамамызды орайтын боламыз. Піспей қалады деп қорықпаңыздар, піседі толықтай, қамыры да, фаршы да өте керемет дәмді болып шығады. Міне майлап алдық біздің мантоваркамыздың листкаларын. Енді осылай әдемілеп салып 40-45 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Қайнаған суымызды қойып, осылай қақпағын жауып пісіріп алдым. Мінекей, біздің орамаларымыз дайын болды. Өте дәмді және тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен осылай үстіне майонез сеуіп жатырмын. Майонезбен және аджикамен жесеңіздер өте дәмді болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің видеоларымды өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп, колокольчикті басып кетуді ұмытпаңыздар. Комментария жазуды да. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.